Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Саламатсыз тілейміз, Мырза. Номер 27 мәртебе жалпы орта білім беретін мектептің оқытушысы запастағы сержант Алишеров Әуесхан Әділханұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автомат калашников толық емес бөлшектеу және жинақтау. Автомат калашников толық емес бөлшектеу және жинақтау бізге автоматтың ұрыс алаңында іші шаң болып болмаса нагар болған кезде соны ішін тазалап сүртуге арналған. Автомат калашниктің жинақтау, шашып жинақтау 10 тәсілі бар. Соның бірінші тәсілі, біз оқ жатарды аламыз. Оқ жатарды. Екінші тәсіліміз бізде сүмбіні шығару. Сүмбіні шығару. Арғадай, үшінші тәсіліміз дүмбіні, дульный тормоз компенсатор бұл айтқанда. Соны шешу. Келесі тәсіліміз крышка. Заторный раманың крышкасы. Келесі тәсіліміз возвратный механизм. Пружинасы. Келесі тәсіліміз заторная рама. Оның ішінде байығы, бөлік шешу. Одан кейін флажокты көтеріп, газовый трубканы шешу. Сонымен біздің толық емес шашу тәсіліміз осымен аяқталды. Ендігі екінші тәсіл автомат калашникті қайта жинау. Біріншісі газовый трубка кетеді. Екінші тәсіл затворный рама байогымен. Үшінші тәсіліміз возвратный механизм. Ода келесі тәсіліміз крышка. Және де оған қосылып сүмбі кетеді. Арғарай дульный тормоз компенсаторы. Және ең соңғы тәсіліміз оқ жатарды магазин. Орнына қою. Соңында предохранительді бекітпе былай. Осымен сымат автомат кіріп. Қазіргі осы істелген іс-әрекеттің тәсілін қалай аталады? Автомат калашник. Автомат калашника толық емес бөлшектеу. Екінші іс-әрекетін автомат калашника толық емес
Бөлшектерді жинақтау. 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 Дұрыс. Bu iş hareket kolay atılır. Автомат Калашникова. Автомат Калашник толық емес бөлшектеу, Бөлшектеу. жинақтау. Жинақтау. Осымен біздің автомат Калашник толық емес бөлшектеу және жинақтау тәсіліміз аяқталды. Сабақтың қорытындысы бойынша автомат Калашниктің толық емес бөлшектеу және жинақтау тәсілі нормативі бұның жақсы 5-ке жинақтау 18 секунд, 4-ке 20, 3-ке 25. Бөлшектеу жаңа 20, 23, 27. Қайта жинау. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.